Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Менің есімім Назира. Қыздар, бүгін 3 қана заттан дайындалатын, керемет жылдам дайын болатын таңғы астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеомды соңына дейін қарап, осы тағамды менімен бірге жасап көріңіз. Өте жылдам дайын болады. 15 минуттың ішінде шайыңыз қайнағанша осы тағамды жылдамдатып дайындап жіберуге болады. Енді бұл тағамды дайындау үшін 3 жұмыртқаны жарып алып, осылай жақсылап араластырып аламын да, үстіне 150 грамм ірімшікті салып және араластырамын. Енді сосын оның үстіне 2 ас қасық ұн саламын, жарты шай қасық тұз саламын. Бұл бар болған осы 3 қана зат, үшеуін жақсылап араластырып, табамды қыздырып, бір 2 ас қасықтай май құямын да, сұйық майды құйып, дайындап алған затымды осы табаға салып, әдемелеп екі жағын қызартып, шлей баяу отта емес, орташа отта пісіріп аламын. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығады. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Лайк басуды ұмытып кетпеңіз. Осылай екі жағын қызартып, орташа отта пісіріп аламын. Өте жылдам дайын болатын тағам. Негізі жұмыртқадан осындай жеңіл жылдам дайын болатын таңғы астарды дайындап жіберсе күшті ғой. Жұмыртқадан негізі неше түрлі тағамдар дайындауға болады ғой жылдамдатып. Оны болашақта сіздерге жұмыртқамен дайындалатын таңғы астардың түрлі рецепттерімен бөлісетін болам. Менің каналымнан алыстамаңыз. Осылай табаға салып, бәрін қорып дайындап аламын. Енді бұны пісіріп болам дегенше шайым да қайнады. Мінекей, өте керемет. 3 қана заттан осындай тағам дайындауға болады, қыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін көп рахмет. Осы тағамды менімен бірге жасап көруге сізге кеңес беремін. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатты болыңыз.